Күшті алмалар. Доңыз алма ағашын отырғызған еді. Күз келгенде ағашта көптеген үлкен қызыл алмалар өсті. Бір күні доңыз ағаштың астында демалып отырғанында құс ұшып келді. Ағаштағы алмаларды көре сала, ол қуанып айқайлай: "Керемет, керемет! Доңыздың ағашында өте көп алма бар екен." Құс ағаштан алмаларды көргенінде оның қуанған айқайын түлкі естіп, ол да ағашқа қарады. Ол алмаларды көріп, сілекейі шұбырып кетті. Сосын доңызға: "Алмалар өте тәтті шығар. Маған дәмін татуға бермейсің бе?" деді. Доңыз ашкөз түлкіге қарап, тіл қата: "Жоқ" деді. "Егер сен алма жегің келсе, оны өзің егіп өсір." Бірақ түлкі өте жалқау және ол ешқашан алма ағашын отырғызбаста еді. Бір күні оның басына жаман ой келді. Ол бір ағашты тауып, оған бірнеше қызыл шарларды байлап қойды және доңызға айтуға жүгіріп барып: "Мен жаңа алма ағашының түрін отырғыздым. Ол бірнеше күнде алмалар береді. Барлық алмалар үлкен әрі қызыл. Енді сенің алмаларың менікінен артық бола алмайды. Сенің алмаларың тым кішкентай" деді. Доңыз бұл сөзге таң қалып көруге барды. Ол ағаштың астына барып, ағаштың төбесінде бірнеше үлкен алмалар бар екенін көрді. Ол сондай алмалар өсіргісі келіп, түлкіге: "Кел, алма алмастырайық" деді. "Мен оның тұқымынан ағаш отырғызғым келеді." Түлкі тіл қата: "Мен саған тек бір ғана алма бере аламын. Бірақ сен маған орнына одан да көп алма беруің керек." "Жарайды, мен саған 3 себет беремін" деп жауап берді доңыз. Біраздан кейін түлкіге 3 себет алма келді. Түлкі өз алмасын алу үшін ағашқа шығуға дайындалды. Бірақ құс оның шар екенін білді де: "Құрметті доңыз, түлкі сені алдамақшы." Және доңызға барлық шындықты айтып берді. Доңыз көзіне сене алмады. Ол түлкінің айласын тіпті ойламаған еді.